негізі қайырымдылық дегеннің ол күші өте жоғары. Қайырымдылық жасай білу ол өте жоғары деңгейде есептелінетін дүниелердің бірі болып табылады. Мен біраз жағдайлар негізі басымнан өткен, мен өзім шоке болатындайшы. Мысалы, бір күні мына кісіге 500 теңге бердім, 200 теңге берсем, берген күннің өзінде де ертең ол күні маған ойламаған жерден 2 есе, 3 есе болып қайтатын. Тағы да осыдан бір 2-3 жыл бұрын Абай Сейфуллина көшесінде тұрдым. Жаңбыр себелеп тұр, ақырындап әдемі жауып. Бір жігіт футболкамен жаңағыдай жолдың бойында ақша сұрап жүр. Терезеге жақында бар терезеге. Үстіне қарасам жақсы киініп алған вроде. Бірақ бір футболкамен ғана өзі арықтау келген. Ана жігітті көріп мен шыдай алмадым, өзімнің жаңағындай наслаждаться етіп отқан моментім барлығы фук бойымнан тарайды да. Прям светофорға қарасам 40 секунд бар екен әлі. Есігімді аштым, секіріп түстім, бауырымды жақындатып